Доброго дня. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Доброе утро. Biz magazindan kelib жатырмыз. Содан кейін прическамызбен макияжымызды жасап алдық. Молодец. Не мороженым сырсады. Таза қат іштеген оған. Сүртіп бересің. Мен жисам жүр. Сен қай жер? Қосыма. Қарап ала саламыз қа? Таза ғой. Точно сол жерде түсті ма? Таза емне. Қара, тап-таза. Түскен жоқ па басқа жер? Жоқ. Деп жерден түскен алып жей бересің ба? Абайлап жүр қолымнан дейді. Бір мороженое жейінде қалып едім. Содан кейін саған бәрі айтып жатырмын. Бексұланның камераға беті қисық. Айтыңыз. Шындақта сондай ма? Таппайтын болды қой. Бәл іздейтін болды. Көзіне біле бір... Швейцарская болып тұрсың ғой бүгін. Mi amor, por favor. Estabiente, tubiente. Ошын сондай. Очень сондай. Мән бермеңдер. Бүгін зумба билейтін қыздар болып тұр ма? Билетші. Бұл енді қазақилығымен шүйіркелесіп кішкене өзі. Стучим. Ханзадаларға үйретпедің ба? Негізі ол стучим деген менің өзім көз қарасым бойынша, ой пікірім бойынша попрошайство ғой негізі. Попрошайка. Да? Стучим. Беріндерші деп жалыншақтан отырасың да. Жалыншақтан отырасың да. Ел алдында жүрген адам болғаннан кейін кішкене бір жинақы болу керек деп ойлаймын. Ондай бір. Түсіндіңдер ғой, иә? Қандай. Қайда білсең? Ассалаумағалейкум ағайын бауырлар, қалайсыздар? Қайырлы күндеріңіз сәтті өтсін. Я кеше ана стористен білесің бе қанша ұрыс естідім? Я маған да келіп айтады, ана жігітті ұнататын адам апарып тастамай ма деп. Достар, бұл жерде таксиге уайымдағанымызда. ұнатпау деген ол да оған байланысты емес. Өйткені ол кезде кім меруертте шаршап тұрды, және де Хамоның несі болған, үміткері болған, екеуі бірге кетеміз деді, солай болды. Назым, тез өтіп кетші. Тұрып қалған ба? Назым, ойбай, райын деп отыр екенсің. Отқа сен ұрып жүрмедің бе? Ұрып жүрсің ғой. Біз Назым енді анда-санда жай сөйлейміз енді. Түсірмей қойды атымызды. Солай достар. Түсірмей қойды атымызды. Кеше маскың ше? Қайсы. Екең бақытты отқан маска. Ақтөз оказывается түрің онша емес екен болды ма? Не? Жыласаң онша емес кетесің дей ма? Көтересің ба анау? Көрсетпей қоясың ба? Жарайды. Бұл қателесіп кетті. Меруерттің киімін көрсетпей қояйын ба? А сен қарсы емессің ондайға, иә? Мына кісіні көрсетесің? Білмеймін. Халықтан сұрайық, нормально ма? Киімі нормально емес па?